Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай, сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болып пісетін картошка фри дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап қойыңыз. Ендеше бастайық. Ең алдымен тазартып алған керегімізше картопымызды алып, осылай ұзынша етіп турап аламыз. Картоптарымыздың барлығын бір көлемді етіп турағанымыз әдемірек көрінеді. Енді турап алған картопымыздың үстіне мұздай суымызды құйып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін осылай жуып жеріп, суын бөлек төгіп алып, енді қайнап тұрған ыстық суды тағы да 15 минутқа құйып қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін тағы да осылай жуып аламыз. Енді картоптарымызды осындай майлыққа, оның үстіне қағаз майлықтарымызды төсеп, барлық картопымызды құрғатып аламыз. Мінекей мен сияқты осылай екі қайтара құрғатып алсаңыздар болады. Осылай үстін бір сүртіп алып, астында қағаз майлықты қайтадан ауыстырып, барлығын қайтадан төсеп құрғатып алатын боламыз. Толық құрғаған картоптарымызды осылай ыдысымызға салып аламыз. Енді қызып тұрған майда 5 минуттай шамамен екі беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей 5 минутта осындай әдемі болып пісіп шығады. Енді қалған картоптарымызды да дәл осылай пісіріп шығатын боламыз. Мінекей осымен біздің қытырлақ картоп фриіміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріп пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.